маған. Қайсы жігіт салып жүр? Қайсы түсір? Адамның тағдыры шешілейін деп тұр мына жерде. Немесе сотталады, артына бала-шаға шырылдап әке-шешесі қалады. Нақақтан нақақ. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Асылбек Аукеновтың тағдырына байланысты тағы да кезекті пост жасайын деп жатырмын. Асылбекті бүгін ИВС-ке жауып тастады. Осы жаңалық бүгінгі. Адвокатпен жаңа ғана сөйлестім, Ринат Баймолдамен. Ол кісі айтады, бүгін одан қан алды, сілекей алды, кешегі біз эфирде айтқан мәжбүрлі түрде. Одан кейін оны сол жерден Талдықорған қаласындағы моргтың жанында, сол жерде құрықтап, бұл айтқан кезде ИВС-ке жауып тастады. Изолятор временного содержания сияқты. 195 статья 4 частьпен. Ол алаяқтыққа аса қатты жақтпайды, біреудің мүлкін иемдену деген сияқты статья екен. Қару-жараққа байланысты ол статья жоқ, тек қана сол бір статьямен кетті енді. Ойлаңыздар, кеше 2 статья деп еді, енді қару-жарақты алып тастады, тек қана бір статьямен ғана жауып отыр ИВС-ке. Осындай жағдай. Бүгін кешке сағат 7-де Алла қаласа Асылбек Аукеновтың бауырымыздың адвокаты Ринат Баймолдамен тікелей эфирге шығамыз. Ол кісі кішкене орыс тілді, айып етпейсіздер. Орыс тілде менің қазақша мен орысша аралас болады. Сол себепті алдын ала ескертіп отырмын. Осы прямой эфир болады, Алла қаласа. Кеше бір прямой эфир болады деген едік. Одан кейін көп әлеуметтік желілерде Ардақтың видеоларын өшіріңіздер деген департамент внутренних дел адамдарынан Шымкенттен болсын, Алматыдан болсын айтып жатыр деп жатыр, маған дайректке жазып жатыр. Немесе 15 суткаға жабамыз дейді. Мен оны не үшін олай істеп жатқанын мен түсінбеймін. Көп адамдардың Инстаграм парақшаларынан, Фейсбуктерден видеоларын алдыртып жатыр екен. Оның себебі не екенін мен түсінген жоқпын. Кім оны жұмыс істеп жатқанын, үлкен жұмыс жүріп жатыр. Мен түсінем, ағайын, мен түсінем. Полиция қызметкерлері бұл жерде зардап шегейін деп жатыр. Бірақ 2 полицейский да ол жерде Панфилов аудандағы. Сол себепті 2 полицейскийға байланысты оның аттары жөндері айтылады. Оны айтылып та жатыр. Соларға қатысты. Әлі күнге дейін, бүгінге дейін Асылбек Аукенов ақпан айында, осы жылдың ақпан айында солардың үстінен арыз түсірген еді. Солардың аудиозапистері барлығы бар, прокуратурада түскен. Взятка сұраған үшін $10,000. Әлі күнге дейін сол 2 полицейскийдің үстінен іс қозғалған жоқ. Осыны айтқым келіп отыр. Іс қозғалған жоқ, ағайын. Бірақ Асылбектің үстінен іс қозғалып отыр. Осы нәрсені қолға алу керек. Халық ретінде, мен қазақ ретінде мен барлықтарыңыздан сұраймын. Осыны қолдаңыздаршы, осы видеоны репостқа жіберіңіздер. Қазір міне алдыда, мысалы, жауып тастады ИВС-ке. Оның жағдайы қазір не болып жатыр оның ішінде? Онымен қалай отношение болып жатыр? Оны прессингке алып жатыр ма, жоқ па? Оны ешкім білмейді қазір. Адвокат та білмейді. Сол ағайын, айтайын дегенім, аман болыңыздар.